Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Қазақ тілінен бірінші тарау тақырыбы көне түркі жазбалары және қазақ жазуы. Бүгінгі сабағымызда мәтіннің тақырыбын болжайтын боламыз және бас әріппен жазылу ережелерімен танысамыз. Оқу мақсаттары: мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып көтерілген мәселені болжау. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу. Сабақ мақсаты: күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу дағдыларын дамыту. Мәтіннен алынған дәйек сөздерді түсініп, айтылмақ ойды одан дамытып болжам жасау. Олай болса, сабағымызды бастайық. Көрсетілген екі суретке назар аударыңыздар. Суретте не бейнеленген? Қалай ойлайсыздар? Бұл бізге таныс ақпарат. Мұқият қарап, есімізге түсіріп көрейік. Көне түркі жазба ескерткіштерінің құпиясы неде? Яғни суретте көне түркі жазба ескерткіштері берілген. Біз бұлармен төменгі сыныптардан таныспыз. Олардың құпиясы неде? Қалай ойлайсыздар? Келесі сұрақ: Қазақстандағы мәдени мұра бағдарламасы қандай мақсатта құрылған деп ойлайсың? Қазақстанда мәдени мұра деген бағдарлама бар. Ол мәдени мұраның мақсаты неде? Бұл суретпен қандай байланысы бар? Қалай ойлайсыңдар? Мәдени мұра бағдарламасы осындай ескерткіштерді қорғау үшін құрылған. Олай болса, төменде берілген оқылым мәтіннің үзіндісін оқып, мәтінде көрсетілген мәселеге болжам жаса. Яғни сіздерге қысқаша үзінді берілген, соны оқи отырып, бүгінгі тақырыбымыз не туралы болмақшы, мәтінде не туралы айтылуы мүмкін, соны ойластырып көрейік. Бүкіл әлемге танылған түркі жазбалары атақты Египет перғауындарының қорғандарынан табылған шумер жазуларымен дәуірлес болып келеді. Қалай ойлайсыздар? Мәтін ары қарай не туралы болуы мүмкін? Сонда көне түркі жазбалары өте ертеден басталады екен, Тағы да не нәрселер туралы айтылуы мүмкін? Дұрыс айтасыздар. Түркі жазбаларының тарихы туралы болуы мүмкін, Өз ойымызды дамытайық және міндетті түрде пікірлеріңді жазып қалдырыңдар. Және көне түркі жазба ескерткіштерінің тарихы туралы айтылуы мүмкін, және олардың ерекшеліктері туралы айтылуы мүмкін. Олай болса, мәтінді түсініп оқыңдар, суретпен байланысын анықтап, ой тұжырым жасаңдар. Мәтін қазақ тілі оқулығының 6-шы бетінде. Ұрпақтан ұрпаққа мұра болған жазба ескерткіштер 8-ші ғасыр қазақ және өзге түркі халықтарының көне дәуірде мәдени деңгейінің өте жоғары болғандығын дәлелдейтін баға жетпес асыл қазына. Бүкіл әлемге танылған түркі жазбалары атақты Египет перғауындарының қорғандарынан табылған шумер жазуларымен дәуірлес болып келеді. Қазақстан мен Орталық Азия және Оңтүстік Сібірді мекендеген түркі тілдес ру тайпалар бірігіп, 6-шы ғасырдың орта шенінде түркі қағанаты деген атпен өз алдына мемлекет құрғаны тарихтан белгілі. Осы қағанаттың құрамына енген тайпалық одақтар бір кездерде өз елі мен жерінің бостандығы, тәуелсіздігі үшін алапат қақтығыстар мен жойқын соғыстарды басынан кешті. Ұрпаққа өнеге болар атақты Күлтегін, Тоныкөк, Білге, Бумын қағандар әрі тарихи, әрі әдеби дастан жырлардың кейіпкерлеріне, сом тұлғаларына айналды. Ардақты есімдері ел жадында сақтау үшін сол заманның данагөй білімдарлары, өркениеттің белгісі болып табылатын
түркілік сына жазумен тас бетіне түсірді. Түркі тайпаларынан қалған бұл ескерткіштер көне дәуірдің қоғамдық мәдени әрі әдеби өмірінен хабар беретін жәдігер қазына ретінде бүгінгі күні бүкіл түркі халқына ортақ мұраға айналды. Түркінің сар даласының сырын бойына сіңірген таңбалы тастар Қас батырдың ерлігіндей сан ғасырда аттап, өз заманының шындығы мен қайғы қасіретіне бейнелеп, еш өзгерместен күні бүгінге дейін жетіп отыр. Ерболат Саурақов. Олай болса, оқылым мәтіндегі туындаған мәселені анықтап, жұбыңмен кестені толтыр. Көтерілген мәселе қандай, және оның себептері қандай, және сенің пікірің қандай? Көтерілген мәселелер, мысалы, бірінші, көне түркі жазуының тарихы десек болады. Ондай мәселені көтерілудің себептері неде? Оның табылуы, ең алғашқы ол жазудың құпия болуы. Ал сіздердің пікірлеріңіз қандай? Осылайша осы кестені толтырыңыздар. Келесі, әдеби тілдік нормаларға келетін болсақ, бас әріппен жазылатын күрделі атаулар. Ең бірінші адамның өз аты, яғни әкесінің аты және фамилиясы, сондай-ақ лақап аты, псевдоним, ныпсысы, туып өскен жеріне, руына, тағы да басқасына қарай аталған тарихи есімдер бас әріппен жазылады. Мысалы, Абай Құнанбаев, Қанжығалы Қабанбай, Шапырашты Наурызбай. Осы жерде Абай Құнанбаев дегеніміз адамның аты және фамилиясы, ал Қанжығалы Қабанбай ол псевдоним, яғни лақап аты, Қанжығалы. Қанжығасы майлы дейді ғой. Ал Шапырашты Наурызбай дегеніміз, Шапырашты дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар, ол руы. Осылай да руына байланысты туып өскен жеріне қарай осылай адамдардың атаулары бас әріппен жазылады. Екінші, кісі аттарының алдынан не соңынан адамның белгілі бір қасиетін, кемістік, жетістік, тағы да басқа көрсететін сын есімдер, тұрақты эпитеттер қосылып жалғыз есімге айналады. Бұл дегеніміз жай ғана оның қасиетін білдіріп қоймайды, ол бірнеше жылдар бойы солай аталып кетсе, бас әріппен жазылады. Мысалы, ер төстік, ер дегеніміз батыр дегенді білдіреді. Қыз жібек, баян сұлу, қамар сұлу, қамбар батыр, тағы да басқалары. Үшінші, жер, су, мемлекет, облыс, өлке, аудан, ауылдық кеңес аттары өзіне қатысты жалпы есіммен тіркескенде бірінші сөзі ғана бас әріппен жазылады. Егер ол күрделі сөзден жасалса, әр сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Ресей мемлекеті. Бірінші сөз бас әріппен жазылып тұр. Алтай өлкесі бірінші сөз бас әріппен жазылып тұр. Шығыс Қазақстан облысы, Шығыс және Қазақстан деген сөздер бас әріппен жазылған. Кеген ауданы, Кемербастау ауылдық кеңесі, тағы да басқалары. Төртінші, жеке мемлекет ретінде республика, мемлекет одақтарының, географиялық аймақтардың, халықаралық ұйымдардың атаулардың әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Қазақстан Республикасы, Орталық Азия, Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы. Осы жерде әрбір сөз бас әріппен жазылып тұр, байқасаңыздар, мемлекеттің, республиканың, халықаралық ұйымдардың атауларында осындай ереже сақталады екен. Және бесінші, қысқарған күрделі атаулардың әр сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, ТМД, тәуелсіз мемлекеттер достастығы. Олай болса, осыған қатысты екінші тапсырманы орындайық. Мәтіндегі күрделі атаулардың бас әріппен жазылу себебін түсіндіріңдер. Мәтіннен бас әріппен жазылған күрделі атауларды анықтаймыз. Мысалы, міне Орталық Азия және Оңтүстік Сібір деген сөздер бас әріппен жазылған екен. Осы қайсысына жатады жаңа біз өткен ережеміздің? Дұрыс айтасыздар. Мемлекет, одақ, жер атаулары, осындай саяси атаулар бас әріппен жазылады екен. Ал түрік қағанаты дегенде неге тек бірінші сөз бас әріппен жазылған? Дұрыс айтасыздар, бұл мемлекет атауы болғандықтан бірінші сөзі бас әріппен жазылған. Келесі тапсырма,
төмендегі мәтінмен танысып, жазуды тек таңбалар жиынтығы деп тану дұрыс па деген тақырыпта сұхбат жүргізіңіздер. Түркі жазулары туралы тұжырымдарыңды кластерге түсіріңдер. Осы көне түркі жазуларды зерттеуші ғалым Қаржаубай Сартқожаұлының пікірі берілген. Түркілердің алғашқы жазуы тас бетіндегі петроглифтер. Олар жазу өнеріне ерте заманнан қол жеткізді. Оған Алтай тау жотасының солтүстік зеңгір үңгірінде гравюралар толық дәлел. Бұл ежелгі түркі қауымның рухани деңгейінің қаншалықты жоғары болғандығын көрсетеді. Мұндай сызбалар шығыста Сарыөзеннен Хуанхэ басталып, Алтай, Сібір, Тәңіртау, Сарыарқа, Үстірт, Орал өңірін көктей өтіп, батыстағы Дон мен Дунайға дейін таралған. Осылайша түркілердің буындық жазуының 33 таңбасы бүгінгі күнге дейін жетті. Түркілердің бітік жазуының жүйесі шығыстағы Қытай, оңтүстіктегі парсылар мен батыстағы гректердің жазу үлгісінен мүлдем басқаша. Бұл түркі этносының әлем өркениетіне қомақты үлес қосқандығын көрсетеді. Қалай ойлайсыздар, осы мәтіннің авторы жазуды тек таңбалар жиынтығы деп таныды ма? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Петроглифтер дегеніміз латын тілінен аударғанда петро тас және грек тілінде глиф жазу, тақта тастарға, жартастарға салынған суреттер, бейнелер, яғни тасқа жазылған жазу. Осындай кластерге түсірсеңіздер болады түркі жазу туралы түсініктеріңді. Және соңғы тапсырма, үй тапсырмасы ретінде 2 тапсырманың біреуін таңдап орындаңыздар. Біріншісі, сабақта алған барлық ақпаратқа синтез жасап, жинақтап, мәтінді жалғастырыңдар. Яғни сіздерге мынадай кіріспе берілген, соны ары қарай өз білімдеріңізбен толықтырып жалғастыруларыңыз керек. Сөз саны 80-100 сөз болу керек. Мәтіннің ең озық үлгісінің бірі жазу сызу. Мәдениеттің ең озық үлгісінің бірі жазу сызу. Жазу мәдениеті адамның рухани байлығының баға жетпес үлкен жетістігі. Жазудың мақсаты ақпарат берушінің өз ойын басқаға жеткізу, болмысты таныту, іс-әрекетін мойындату. Ал ары қарай көне түркі жазуымен байланыстыра отырып мәтінді аяқтаңыз. Ал екінші тапсырма, суретті сабақпен байланыстырыңдар. Берілген дәйек сөздерді қатыстырып мақала жазыңдар. Сөз саны 80-100. Суретке назар аударып қараңдар. Тастағы жазу, тастағы сурет, петроглиф бейнеленген. Осыған қарай отырып, төмендегі сұрақтарға жауап беріп, шағын мақала жазыңыздар. Бірінші сұрақ, суретте не бейнеленген және ол қалай салынған? Екінші сұрақ, тастағы жазуды оқи алмасаң да, ондағы бейнелер арқылы қандай ақпарат алуға болады? Олардың мағынасы неде? Үшінші сұрақ, сенің ойыңша сурет неше ғасыр бұрын салынған? Қалай ойлайсыңдар? Төртінші сұрақ, егер бұл таңбалар тасқа қаша алмаса, бүгінгі күнге дейін жетер ме еді? Қалай ойлайсыңдар? Кітап күйінде осылай сақталар ма еді? Мақала жазуда осы сұрақтарға жауап беруде қажетті дәйек сөз болмасын деп байлығы басқа қазық, кеткен бабам тарихын тасқа жазып деген өлеңнен үзінді берілген. Осымен сабағымыз аяқталып қалды. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жазыңыздар. Сабақта не жақсы болды, не қызықты болды, өзіңізге не алдыңыз және қандай кедергілер болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.